Үндістанда су тасығыш бір кісі 2 шелек алып, иін ағашпен су таситын болса керек. Алайда 2 шелектің біреуі тесік екен. Бүтін шелек өзіне құйылған суды қожайынның үйіне сол күйі шашау шығармай жеткізеді екен де, ал тесік шелек болса, толтырып құйылған судың үйге жеткенше жол бойы сыздықтатып отырып, әрең дегенде жартысын ғана апаратын көрінеді. Бұл жағдай дәл солай тұп-тура 2 жыл бойы жалғасыпты. Су тасушы күн сайын қожайынның үйіне толықта 2 шелек емес, 1,5 шелек қана су жеткізіп жүріпті. Сау шелек өзінің қалтқысыз қызметін мақтаныш көрген сайын, тесік шелек байқұстың іштей мұңайғаны сонша, жерге кіріп кете жаздап ұялып, өзін қатты ыңғайсыз сезінеді екен. 2 жыл өтіп, бір күні әдеттегідей өзен жағасына тағы барғанда, шыдамаған тесік шелек су тасушыға қысыла қымтырыла: "Сізден кешірім сұрасам деп едім. Білсеңіз, ылғи алдыңызда ұяттан өртене жаздаймын", депті, назарын төмен салған күйі. Таң қалған су тасушы "Неге?" деп сұрапты. Шелек: "Өйткені менің бір бүйірім тесік болғандықтан, ылғи да сіз толтырып құйған судың жартысын ғана жеткізіп, өзіме жүктелген міндетті толық орындай алмай жүргеніме іштей қатты қысылам. Менің кесірімнен сіз де өзіңізге тиесілі төлем ақыңызды толықтай ала алмай келесіз", дегенде, су тасушы: "Оған бола қайғыратын түк те жоқ. Одан да қожайынның үйіне баратын жолдың сен жағындағы гүлдерін бір байқашы", депті жай ғана. Тесік шелек байқаса, қожайынның үйіне жеткенше жолдың өзі жағы шынында жапырағы жайқалған, иісі аңқыған небір гүлдерге толы екен. Тіпті әлгі гүлдерге қызуы жақсы түсіп тұрған күнді де байқапты. Сонда су тасушы: "Көрдің бе?" деп сұрапты. "Бұл сендегі кемшілікті менің байқағандығым, әрі оның өз жөнін тауып орайластыруымның жемісі", деп сөзін жалғастырыпты. "Жолдың сен жағына әдейілеп гүлдер ектім. Ал сен болсаң, күн сайын біз өзеннен су алып қайтқанда оларды суарып тұрдың. 2 жылдан бері осы әдемі гүлдерден апарып, қожайынды таң қалдыра, дастарханын жайнатып келдім. Егер сен тесік болмағаныңда, қожайынымыздың үйінде мұндай әдемілік болмас еді", деп түсіндірген екен. Пенде болған соң, тесік шелек секілді әркімнің де өзіне мәлім кемшіліктерінің болары сөзсіз. Алайда кемшіліктен қуыстанып, қорқа беруде жөн емес. Қайта сол кемшіліктен де адам өзіне қажетті үлгі ала білсе, оның да басқалардың қуанышына жарамасына кім кепіл?